야, 3,000명이 들어왔어, 밥 먹는데. 대박이네. Kim Hyun-jun танымал оңтүстік кореялық актер, әнші әрі модель. Жанкүйерлердің жүрегін жаулаған нағыз жұлдыз. Ол SS501 тобының жетекшісі ретінде бүкіл әлемге танылады. Сонымен қатар жігіттің сарбаздары және Азорный поцелуй драмаларындағы есте қаларлық рөлімен танымал. 2010 жылдың басындағы оңтүстік Кореяның ең жарқын жұлдызының бірі болып саналған актердің мен бүгін табысы, мансабы және жеке өмірі туралы ақпарат беретін болам. Бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып өтіңіздер. Ким Хён-джун 1986 жылы 6 маусымда оңтүстік Кореяның Сеул қаласында мейрамхана бизнесімен айналысатын отбасында дүниеге келген. Ол өте көңілді, ақылды бала болып өскен. Балабақша кезінен бастап ерекше қабілетімен ерекшеленген. Ал мектептің бастауыш сыныбында математикадан, олимпиадалар мен шығармашылық сайыстардан бірнеше рет жүлделі орындарға ие болған. Және де ол спортпен де айналысып, гитарада ойнауды үйренеді. Ол жасөспірім кезінен бастап өзін музыкаға арнайды және музыка үшін мектепті тастап кеткен. Бірақ ол осы кездері жиі төбелесіп, тіпті полиция бөлімшелеріне жиі түскен екен. Сонымен қатар ол ата-анасының мейрамханаларында даяшы болып жұмыс істей жүріп, кастингтерге де жиі барған. Нәтижесінде ол жаңа топқа қосылады. Бірақ ол Қытайда мансабын бастағысы келмей командадан кетеді. Осыдан кейін SS501 тобына қосылып, топтың жетекшісі болады. Ал қазіргі таңда поп жұлдызына айналғаннан соң мектепті аяқтап, сонымен қатар Чонгвон және Кингю университеттерінің актерлік өнерді оқып аяқтаған. Актер жігіттің сарбаздары дорамасына алынғанға дейін әншілік өнерімен танымал болған. Бұл рөлге де бірден келісе қоймаған. Өйткені әншілігіне кедергі жасайды деп ойлаған. Дегенмен сценарийді оқығаннан соң келіскен. Актер дорамаға түсу барысында 6 килограмм тастаған және ұйқысыздық салдарынан түсірілім барысында бірнеше рет есінен танып қалған. Дегенмен дорама үлкен табысқа кенеледі. Ал актер осы дорамадан соң әнші ғана емес, сұранысқа ие актерлар санатына қосылады. Осылайша Хёнджунның мансабында көптеген дорамадағы рөлдермен, концерттермен, сонымен қатар табысты альбомдармен толығады және көптеген жарнамаларға шақыртулар ала бастайды. Актер сонымен қатар тайвандық шоуға шақырту алған ең алғашқы кореялық жұлдыз болған. Және де ең алғашқылардың бірі болып Жапонияда үлкен концертін берген. Ким Хён-джун 3 рет өзінің стиль ерекшелігімен марапатталған. Және де ол VCM футбол командасының мүшесі. Актердің табысы соңғы мәліметтерге сүйенсек 5 миллион ақш долларын құраған. Сонымен қатар жігіттің сарбаздары дорамасынан кейін 3 миллион 500 мың ақш долларын тапқан екен. Және актер Юзи Син персонажынан да үлкен табыс табады. Ол 5000 данамен сатылып 1 миллион 700 мың ақш доллары табыс әкелген. Осынша еңбегінің табысының арқасында еуропалық стильдегі Чунгондон районынан үлкен үй алған. Үйінің алдында бақшасы бар және үйінің төменгі жағынан қаланың әдемі көрінісін көре аласыздар. Және де үйінде өзі армандағандай музыка жазатын студиясы бар. Сонымен қатар бимен айналысатын бөлмесі де бар. Зерттеулер бойынша актердің бұл үйі шамамен 2 миллион 600 мың ақш доллары тұрады. Сонымен қатар Ким Хён-джун ең бай айдолдар тізімінде алғашқы 4-ке кіреді. Актер өзі қарапайым әрі жайлы өмір сүргенді қалайды. Ал актердің соңғы ауыстырған көлігі GTS маркалы автокөлік. Актер жеке өмірінде көптеген қыздармен кездеседі деседі. Дегенмен мұның бәрін актер өзі растамаған. Дегенмен актер махаббатқа келгенде даулы скандалдарға көп ұшырайды. Мәселен, Чхве есімді қыз оны зорлады деп шағым түсірген. Хёнджун өзінің кінәсін мойындап, кешірім сұрап, қызға 600 миллион вон төлеген. Бірақ қыз оны екінші рет сотқа береді. Бұл жолы ол актердің кесірінен баламнан айырылдым деп айыптайды. Бірақ кезекті соттың отырысында дәлелдердің жетіспеушілігіне байланысты актер тек қана 90 мың ақш долларын төлеп құтылады. Осындай даулы скандалдан соң біраз уақыт үзіліс алған актер 2022 жылы жеке концертінде үйленетіндігі туралы хабарлайды. Осылайша актер 2022 жылы алғашқы махаббатына үйленген. Той тек жақын жандарының арасында өткізген. Актердің мінезі өте жұмсақ, өзінің ішіндегі мұңын сыртқа шығара бермейді.
егер ол көңілсіз болып тұрса, жалғыз өзі балық аулауға барғанды жақсы көреді. Және де ол таза ауада серуендегенді, сонымен қатар атқа мінгенді жақсы көреді. Актердің арманы әлемге танымал музыкант, кореялық Сон Хе Джинмен танысу. Ал мәнерлеп сырғанаушы Олимпиада чемпионаты Ким Юна оның сүйікті спортшысы. Ол оны әлемдегі ең мықты мәнерлеп сырғанаушы деп санайды. Ал атақты Girls' Day тобының әншісі әрі актриса Ким Хё Ринді ол ең сұлу әрі тартымды қыз ретінде таңдаған. Сонымен қатар актердің мүсіні Пусандағы музейге қойылған. Актер өзінің ерекше стильдерімен, рөлдерімен және музыкаларымен жанкүйерлердің жүрегінен орын алған. Сонымен қатар ол әлемдік тур жасап, үлкен табысқа кенелген алғашқы кореялық жұлдыздардың бірі. Мінекей Ким Хё Джон туралы қысқаша ақпараттар осындай. Ақпараттар ұнады деген ойдамын.